Бала айнаға қарап бейнесін түзейді, суретші табиғатқа қарап қағазы бұзейді. Тынымсыз тіршілік күнде өзгерсе де, сурет салған қылғалам шебері тың туынды дүниеге келеді деп үмітін үзбейді. Баланы бастан сурет салуға баулу ол бір бақыт. Қазір әлемге суретшінің көзімен қарау ол ой өрісінің кеңдігін білдіреді. Астана қаласы әкімдігінің Кәрім Мыңбаев атындағы нөмірі 59 мектеп лицейінде бұндай талантты балдардың қаулап өсіп келуі көңілге қуаныш ұялатады. Мен суретке бір жылдан астам барамын. Мен жетекшім Шолпан Серікжанна. Шолпан Серікжанна бізге пейзаж, портрет, натюрморттарды үйретеді. Маған көбінесе натюрморт пен пейзаж салу ұнайды. Сурет салу үйірмесінің жұмысын жасау қосымша білім беруді бағыттайды. Ал сурет салып, оның көңіліндегідей шығуы баланың ой өрісінің кеңейтіп, ойындағы талантын оятады. Суретші ойын қағазғы бетіне бейнелеу үшін өзін оқиға ортасында тұрғандай сезінеді. Табиғаттың тылсым күшін сезінген ол қағаз бетіне ойын бүкпесіз түсіруге асығады. Уже почти как год, что я учусь у Шолпан Серікжановны. Я рисую также акрилом, акварелью, гуашью, карандашами и мелками. Художество раскрывает во мне дух, и я хочу в будущем стать великой художественницей. Қазір суретші үйірме жұмысына қатысты балалардың сурет салуды үйретуі, өнерге деген құштарлығын ояту, түрлі бояу арқылы қағаз бетіне түсіп жатқан бейнені қаз қалпында бейнелеу суретшінің шеберлігіне байланысты. Суретші үйірме жұмыстары арқылы сурет әлемінің қыр-сырын оқушыға түсіндіретін көрінеді. Уже как год я занимаюсь рисованием в кружке изобразительного искусства по ИТЛу. На рисовании нас учат лучше рисовать, делать правильные цвета, оттенки. У нас часто бывают разные мероприятия, к примеру, как это, и разные конкурсы, ярмарки, выставки. На разных праздниках я рисую рисунки своим родным. На 8 марта маме я нарисовал цветы, а бабушке бабушку. Қазіргі таңда сурет салуға қызығып үйірмеге келушілердің де саны арта түсті. Астана қаласы әкімдігінің Кәрім Мыңбаев атындағы нөмірі 59 мектеп лицей оқушылардың ата-аналары да білікті мамандардың жұмысына оң баға беріп отыр. Әлі де үлкен дарын иесі қылғалам шеберлерінің дүниеге келмесіне кім кепіл? Еңбектің рәтін көрсін дегіміз келеді.